Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгін жасалу жолы өте оңай сникерс чизкейктін дайындайтын боламыз. Ең бірінші бізге керегі ол печенье. Печеньені үгітіп аламыз. Одан соң үстіне сары май және какаоны қосып араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін формаға салып, үстінен басып, мұздатқышқа 1 сағатқа қойып қоямыз. Енді начинкасын дайындаймыз. Жұмыртқа, қант, сливки араластырып, одан соң үстінен творожный сырды қосып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Тоңазытқыштан тестамызды алып шығамыз. Ол қаттылау болу керек. Үстінен начинкамызды саламыз. Енді 130 градуста 1,5 сағат бойы пісіріп аламыз духовкада. Одан соң бетіне арахис сеуіп, карамель құямыз. Ал карамель дайындау үшін қантты ерітіп аламыз. Осындай сары түс болады. Одан соң үстіне сары май және сливкиді баяу отта үздіксіз араластырып тұрамыз. Сонда карамель жақсы шығады. Дайын болған карамельді бірден арахистің үстіне құйып, тоңазытқышқа 2 сағатқа салып қоямыз. Міне сникерс чизкейкіміз дайын болды. Дәмі айтпаса да көрініп ақ тұрған шығар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Рахмет.